Ибрахим өзіне ерген адамдармен бірге керуенмен Ирак еліне шықты. Олар Палестина еліне қарай бет алды. Күні-түні жүріп отырып, олар ақырында Палестина жеріне аяқ басты. Мұндағы халықтар да басқа жұлдыздар мен ғаламшарларға табынады. Ибрахим бұл жерде біраз уақыт қоныстанды. Палестина халқын Алланың тура дініне шақырды. Ғалам мен жұлдыздардың шынайы жаратылысын оларға әбден түсіндіріп бақты. Аспан денелерінің адамдар сияқты жай жаратылыс екендігін ұғындыруға тырысты. Алайда Бабыл шаһарының жұрты секілді жердің халқы да өздерінің азғын діндеріне әбден берілген ел еді. Олар Ибрахимнің айтқан насихатына құлақ аспады. Түсінгілері де келмеді. Алла тағаланы жеке дара Құдай деп танудан бас тартты. Баяғыларынша аспан денелеріне табынуларынан таймады. Өзінің елшісіне мойынсұнбаған бұл халықты Алла тағала таршылықпен, құрғақшылықпен жазалады. Бұл елде үгітіне құлақ асатын жан таппай, әбден күдерін үзген соң Ибрахим Мысыр еліне өтті. Мұнда да халықты Алланың тура жолына шақырды. Оның қасында әйелі Сара мен ағасының ұлы бірге еріп жүрді. Бұл уақытта Мысырды бір қатыгез әрі залым патша билеп тұрған болатын. Бүкіл ел аумағында оның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып есептелініп, толық билігін жүргізіп тұрған еді. Патшаның жанындағы жандайшаптары елге Шам аймағынан жат жерліктердің керуенінің кіргенін хабарлап үлгірді. Жансыздары патшаға осы керуенде Сара атты өте сұлу әйелдің келе жатқандығын да жеткізді. Мұны естіген патша сол керуеннің басшысын дереу алдына келуге бұйрық берді. Ибрахим пайғамбар осындай қиын сынаққа душар болды. Өзінің әйелін әпербақан патшаның алдына қалай жалғыз жібермек? Қалайша жұбайын залымның қолына бермек? Ол тығырықтан шығатын жол іздеуге тырысып бақты. Ибрахим аса сабырлы еді, әрі Раббысына деген иманы өте берік болатын. Ирактың залым патшасы Нәмрудтан құтқарған Раббысының Мысырдың залымынан да құтқаратынына нық сенді. Өйткені ол барлық нәрседен хабардар және бүкіл әлемдердің патшасы. Сөйтіп, Мысыр патшасы Ибрахимді өзінің сарайына алдырды. Ол салған жерден керуендегі Сара атты сұлу әйел туралы сұрай бастады. Ибрахим пайғамбар саспастан, ол менің қарындасым деді. Ол дін қарындасым деген мағынада айтты. Патша ол әйелді өзіне әкелуді бұйырды. Ибрахим мүмін әйеліне барып, патшамен болған әңгімені баяндады. Әрі қарай не істеу керектігі туралы ақылдасты. Екеуі де Алла тағалаға жалбарынып, осы тығырықтан шығарып, озбыр патшаның зәбірінен сақтауды тіледі. Содан соң Сара амалсыздан патшаның сарайына барды. Әпербақан патшадан құтылуды ойлап мұңайып кірді. Қызметкерлердің айтуымен сарайдың бір бөлмесінде патшаны күтіп отырды. Патша бөлмеге кіргенде Сараның мұңайып отырғанын көріп, оның қасына жақын барып, құшақтамақшы болды. Бірақ Сара патшаны жақтырмаған пішіннен кейін қарай шегінді. Патша оған жақындағысы келген сайын денесі өзіне бағынбай, қатты дірілдеп, селкілдей бастады. Қолын созса, қолы да жансызданып қала берді. Патша бұған қатты таңданды, өне бойын әлдебір үрей, қорқыныш биледі. Өз-өзінен айқайлап, жын соққан адамның күйін кешті. Сараға жақындамақ болған әрекетінен түк шықпаған ол өзінің жатар бөлмесіне барып дем алғысы келді. Төсегіне барып қисайса да жақын арада көзі ілінбеді. Ақырында таң алдында ғана ұйықтады. Бірақ ұйқысы да жөнді болмады, қорқынышты түстер көріп, шошып оянды. Сонда барып залым патша сарайындағы әйелді қорғайтын әлдебір күштің барлығын сезді. Еліне келген әлгі адамның тегін адам емес екендігіне көзі жетті. Оларға зәбір көрсетсе бірдеңеге ұшырауы мүмкін екендігін сезіп қорықты. Ақыры ұйқысыз түн өтіп таң атқан соң патша Сараны Ибрахимге қайтарды. Жай қайтармады, мол сый-сияпатпен ажар атты күңді бірге қосып шығарып салды. Содан кейін оларға Мысыр елінде қалағандарынша тұрақтауларына рұқсат берді. Ибрахим өзіне ерген иман келтірген топпен бірге Мысырда тұрақтап қалды. Өз еңбектерімен күн көріп, жағдайларын жақсартты. Алла тағала оған құт берекетін төкті. Біраз уақыт өткен соң Ибрахим Шам аймағына қайта кешуге бел байлады. Ондағы халықты Алланың тура жолына шақыруға ниеттенді. Ибрахим пайғамбардың керуені Мысырдан шығып, шығысқа, Шам аймағына қарай бет түзеді. Синай тауларының жанынан өтті.
Біраз уақыттан соң Палестина жеріне ат басын тіреді. Ағасының ұлы Лут жанұясымен бірге Шам аймағының шекарасында қалды. Сол өңірдің елін тура дінге бастау үшін сондағы Садум атты ауылға тоқтады. Ибрахим пайғамбар әйелі Сара және Мысыр патшасы сыйға тартқан күңі Ажармен бірге бақытты ғұмыр кешіп жатты. Бұл кезде Ибрахимнің жасы 60-ты алқымдап қалған еді. Солай бола тұра әлі күнге дейін баласы жоқты. Өйткені әйелі Сара бала тумайтын бедеу болатын. Ибрахим өзінің қасында серік әрі мұрагер болатын ұлы болғанын қатты армандайтын. Әйелі Сараның да балаға деген құштарлығы аса зор еді. Бір күні Сара күйеуіне: «Уа, Ибрахим, осы сен неге Ажармен көңіл қоспайсың? Бәлкім, Алла тағала сол арқылы сәби берер» деп ұсыныс айтты. Бірақ Ибрахим: «Дұрыс қой. Бірақ мен сендердің араларында қызғаныш оты тұтанып кете ме деп қорқамын» деген уәжін білдірді. Алайда Сара күйеуіне өзінің ұсынысын күн сайын оңашада айта берді. Өйткені ол өзінің себебінен күйеуінің ұрпақсыз қалуын қаламайтын. Ақырында Ибрахим өзінің күңі Ажармен көңіл қосып, екінші әйелдікке алды. Бір жылдан соң араларында Исмаил атты сәби дүниеге келді. Ибрахимнің қуанышында шек болмады. Бірнеше жылдардан күткен тілегі орындалып, ұлды болды. Сол үшін Раббысына мың сан мадақ айтып, шүкіршілік қылды. Бірақ көп өтпей оның отбасында өзі бұрыннан қауіптенген нәрсе орын алды. Әйелі Сараның бойын қызғаныш биледі. Ол Ажарды да, оның ұлы Исмаилды да жақтырмайтын болды. Оларды көз алдында көргісі келмеді. Ақырында өзінің сезімін бағындыра алмаған күйеуі Ибрахимнен Ажар мен оның баласын көз көрмес алыс жерге апарып тастауын өтінді. Бір күні Ибрахим Ажар мен Исмаилды алып ұзақ сапарға аттанды. Шам еліне шығып, оңтүстікке қарай бағыт алды. Біраз күндер өткен соң сусыз қу Медиен шөл далаға ат басын тіреді. Ибрахим көлігінен түсіп, жан-жағына қарады. Бұл кішігірім таулардың арасындағы бір үлкен аңғар болатын. Ағын суда, ылтиған шөпте жоқ, айнала құм. Тіпті аң-құс, тірі жәндікте көзге көрінбейтін, ешбір тіршіліктің нышаны байқалмайтын нағыз сахараның ортасы. Ажар да түйеден түсіп, айналаға көз жіберді. Меңіреу таулар, құмнан басқа ештеңе жоқ. Ибрахим біраз үнсіз тұрды да көкке қарап, күбірлеп дұға оқыды. «Уа, Раббым, мен ұрпағымды ел түссіз жерге, қасиетті үйіңнің қасына тастап кетіп барамын. Олар осы жерде өсіп өнсін. Өзіңе құлшылық қылып, намаз оқысын. Бұл жерге құт береке дарытып, өзіңнің кеңшілігіңмен басқа жұрттан артық еткейсің. Адамдардың жүрегі баруға құлшынып тұратын киелі мекенге айналдырғайсың. Тілегімді қабыл ала көр. Жанұямды бір өзіңе ғана тапсырдым». Осылайша Ибрахим ұлы мен әйеліне деген қимас сезімін сыртқа шығармай, олардың беттерінен сүйіп қоштасты. Сосын көлігіне мініп қайтуға бет алды. Ажар жыламсырап: «Уа, Ибрахим, бізді мына елсіз далаға тастап бара жатсың ба?» деп етегіне жармасты. Ибрахим салмақты кейпін бұзбай: «Мен сендерді Раббыма қалдырдым» деді. Ажар көзінің жасын сүртіп, Алланың әміріне көнгендей болып: «Олай болса, ол бізді жоғалтпас. Алла жар болсын саған» дегі қоштасты. Сонан кейін Ажар құндақтаулы баласы Исмаилдың жанына келді. Күн аптап ыстық болатын. Айналада ешқандай көлеңке де жоқ. Сәби де, оның анасы да қатты шөлдеді. Ажар су іздеп көрмекші болып орнынан тұрды. Әрі-бері қарағанымен жан-жақтағы таулардан басқа ештеңе көрінбеді. Жақын маңдағы Сафа тауы жақтан бұлдыраған сағымды байқады. Ажар оны су екен деп ойлап соған қарай жүгірді. Бірақ бұл таудың қасынан ештеңе таппады. Әбден шарасы таусылып, шөлдеген оған екінші тұстағы Мәруа тауында су бар сияқты көрінді. Дереу сол тауға қарай жүгірді. Бірақ бұнда да су болмай шықты. Осылайша оның көзіне сағым су болып елестеп, екі таудың арасында әрлі-берлі 7 рет жүгірді. Бірақ бұл қарекетінен ештеңе шықпады. Жақын арада су жоқ. Кішкентай сәби шөлден қаталап жылап жатыр. Өзі де әбден шаршады. Ақырында Ажар байғұс баласының қасына оралды. Тағдырдың жазуына мойынсұнып, Алладан медет тіледі.
Сәби Исмаил болса қасында жер тепкілеп шырылдап жылап жатты. Осылайша біраз уақыт өтті. Кенеттен бір керемет оқиға болды. Алла тағаланың жәрдемі келді. Сәбидің аяғының астындағы жерден шым-шымдап мөлдір су шыға бастады. Ажар Алланың бұл кереметіне шүкіршілік етіп, судан өзі де ішіп, сәбиіне де берді. Жоқ жерден ризық бергеніне жаратқанға мадақ айтты. Сонан соң судың жерге сіңіп кетуінен қауіптеніп, топырақты қолдарымен ысырып, «Ей, су! Мына арнаны толтыр, зәммә дей жүріп, арна қазды. Кейіннен бұл бұлақ Зәмзәм бұлағы атанып кетті. Сөйтіп, Алланың құдіретімен бұрын соңды тіршілік нышаны болмаған бұл жерден су шығып, тіршілік басталды. Алыстан қалықтап құстар келе бастады. Сайын Сахарадан су іздеп шөліркеген жан-жануарлар осы бұлақтан шөлін қандырып кететін болды. Осы өңірді мекендеген көшпелі арабтар алыстан құстардың ұшып барып жатқанын керіп, мұнда су бар болар деп топшылады. Түйелермен келіп, бұлақ басында отырған балалы әйелден жақын маңға қоныстануға рұқсат сұрады. Ажар оларға рұқсат берді. Осылайша бұрынғы меңіреу шөл далаға жан бітті. Ажар мен оның ұлы Исмаил Зәмзәм бұлағының жанында жаңа көршілермен бірге тату тәтті өмір кешіп жатты. Біраз жылдар өтті. Исмаил ер жетіп жігіт болды. Көрші тайпалардың балаларымен құлын тайдай бірге өсіп, бірге жетілді. Тілі де осы тайпалардың тілінде, араб тілінде шықты. Ибрахим алыстағы сүйікті ұлы мен әйелін сағынғанда мұнда келіп кетіп тұратын болды.